Қазақстанның Алматы сервистік қызмет көрсету колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Өмірбек Жанар сіздермен онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы су өнімдерді өңдеу және олардан шала өнім дайындау. Сабағымыздың мақсатына келетін болсақ, еттен алынатын су өнімдерімен таныстыру және шала өнімдерді дайындауды үйрету. Бүгінгі сабағымызда айтылатын жалпы тақырыптарға келетін болсақ, су өнімдерінің сипаттамалары, олар қандай категорияларға бөлінеді және олардың өңдеу технологиясы, әртүрлі су өнімдерді өңдеуде жүретін өңдеу процестерінің ерекшелігіне тоқталамыз. Жалпы су өнімдер мал түріне қарай ірі қара, қой, шошқа және тағы да басқа малдардікі болып бөлінеді. Олар сойыс малдарының ішкі мүшелері және малдың жеке бөліктері сою кезінде бөлініп алынады. Су өнімдер мал массасының 10-18%-ін құрайды. Оларды біз 4 топқа бөліп қарастырамыз. Ет сүйекті, жұмсақ лидер, шырышты, жүнді. Ет сүйектіге біз атайтып тұрғанда бас, құйрық, сирақты жасатын болсақ, жұмсақ лидерге бауыр, өкпе, көк бауыр, бүйрек, ет кесінділері, желін, тіл, миды жатқызамыз. Ал шырыштыға біз қарын, ұлтабарлар жасатын болсақ, жүндіге шошқаның бастары, аяқтары, сиырдың сирақтары сияқты, сиырдың еріндері, шошқаның құлақтары сияқты мүшелерін жатқызуға болады. Ірі қара және қой, шошқа су өнімдері тағамдық құндылығына қарай 2 категорияға бөліп қарастырамыз. Бірінші категория оларға бауыр, бүйрек, тіл, ми, жүрек, ет кесінділері мен қой, сиырдың құйрығын жатқызуға болады. Олардың тағамдық құндылығы ақуыз бен дәрімен минералдар жағынан етпен бірдей болып келеді. Сонымен қатар оларды кең көлемді шұжықтар, тұздалған ет өнімдері, паштеттер, консервілеуде, жартылай фабрикаттар дайындауда қолданылады. Кейбір су өнімдерді балалар диеталық тағамдарына да емдік мақсатта қолдануға болады. Су өнімдерінің шығымына келетін болсақ, сиырда 20-14%, шошқада 18-14% дейін шығады, жылқыда 16-10% дейін бірінші категориялық су өнімдерді алуға болады. Тағамдық құндылығы жағынан су өнімдер етпен бірдей, ал витамин мен минералды құрамы жағынан бауыр, бүйрек, ми еттен жоғары тұрады. Оларды шұжық, паштет, консерві тағамдарын дайындауда қолданады. Екінші категориялық су өнімдерге келетін болсақ, тағамдық құндылығы неғұрлым төмен өнімдер. Оған ми мен тілі жоқ бас, өкпе, өңеш еттері, көк бауыр, құлақ, үлкен қарын, кеңірдек, сонымен қатар қой мен сиыр ұлтабары, буындар, ерін, сиырдың жалбыршақ қарыны, аяқтары, шошқа асқазаны мен шеміршектері, құйрықтарын жатқызуға болады. Жалпы екінші категориялық су өнімдері, оның құрамында ақуыз мөлшері 26% құрайды. Сонымен қатар осы екінші категориялық өнімге жататын бауырдың құрамында А, В2, В12, ПП, С дәрумендер, сонымен қатар бүйректе В2, ПП, биотин, пантотин, қышқылды дәрумендер, тілде В1, В2, ПП дәрумендері, ал жүректе А, В1, В2, ПП, С дәрумендеріне бай болып келеді. Қолдану түріне байланысты су өнімдерді біз тағамдық және техникалық болып екі түрге бөлеміз. Тағамдық су өнімдерге біз бас және оның құрам бөліктері құйрық, желін, қарын, бауыр, өкпе, жүрек, бүйректер, көк бауыр, ет бөліктері, жұтқыншақ пен көмейді жатқызуға болады. Ал техникалыққа біз дене бөліктері және тағамдық құндылығы жоқ мүйіз, бас сүйегі, жыныс органдарын жатқызуға болады. Су өнімдері өңдеу технологиясы өте ерекше болып келеді. Негізінен ол ветеринарлық санитарлық тексеруден өткен дені сау малдан алынады. Сойғаннан кейін 7 сағат ішінде су өнімдерді өңдеу жүзеге асырылады. Ал шырышты өнімдерді 3 сағат ішінде өңдеу керек. Бұл өңдеудің негізгі мақсаты неде? Өнімдерді ластан, бөгде ет кесінділерінен, құнсыз ет ұлпасынан, майдан тазарту, жүн, шырыш, шеміршек тағы да басқа құрамындағы бөгде заттардан тазарту болып келеді.
Айтып өткендей, ет сүйекті сүт өнімдерін өңдеу ерекшеліктері бұл жерде біз сиырдың басы терісімен құлақсыз түрде келеді өндіріске. Оларда бас конвейерде тексереді, содан кейін қалқанша бездерін алып мүйізін дөңгелек арамен кесу арқылы цехтарда өңдейді. Ары қарай ернін кесу, терісін толық сыпыру, төменгі жағын еттен айыру, жақты бөлу. Сонымен қатар ірі кәсіпорындарда жақты Б2 FGL атты тасқынды желісінде өңдейді. Ол төменгі жақты айыратын және басты екіге бөлетін машина болып есептелінеді. Жұмсақ сүт өнімдерді тазалау, ол жерде тіл еті, көмекей, тағы да басқа мүшелерді жатқызуға болады. Оларды негізінен жуу арқылы тазартамыз. Сонымен қатар оларды шұжық өндірісіне қолдануға байланысты әртүрлі ірі қара малдардың тілдерін әртүрлі соқсуға әртүрлі уақытта ұстайды. Шұжық өндірісіне қолдану үшін олардан мүйізделген шырыш қабығын центрифугада 120-150 минутта 70-80 градус суға батырады. Сиыр тілін 3-4 минут, шошқадыкін 1,5-2 минут, қойдыкін 1-1,5 минутқа дейін өңдеп соқсумен тазалайды. Сонымен қатар өкпе бауырды, өкпелерді, жүректі, кеңірдекті, көк бауырды, бүйректі, желінді, бұлардың барлығын мұқият қарап, тазалап, 2-3 бөлікке бөлу арқылы жуып тазалап өңдейміз. Шырышты су өнімдерді тазалау, бұл деген майсыздандыру, тазалау, шырыштан арылту. Қой мен сиыр қарындарын 3-ке бөлу арқылы 3-ке бөлгенде торкөз қарны, жалбыршақ қарын және ұлтабақ қылып 3-ке бөліп тазалаймыз. Жалпы осы ішек қарындарды тазалау барысында жиіту аппараттары термореттегіштермен қамтамасыз етілген. Тазаланған қарындарды ағынды суда ваннада жуып, су аққанша рамкаларда ұстайды. Жалбыршақ қарынды центрифугада немесе ваннада жиітіп, 65-68 градус Цельсияда 5 минут шырыштан тазалап, жуып, суда салқындатады. Тазалап болғаннан кейін 20-30 минут аралығында суытып, суын ағызады. Ал ұлтабаққа келетін болсақ, оны 3-5 секундта жуады. Өйткені ферменттер жуылып кетпес үшін су ағысы әлсіз болу керек. Судың 25 градус Цельсия аралығында болуы қажет. Шырышты қабатты сойғаннан соң 45-46 минут ішінде алу керек. Барлық шырышты су өнімдерді тазалау үшін тасқынды механикаландырылған желілер лос пайдаланылады. Корзиналарға су өнімдерді салып, ваннада 8-10 минут жиіткеннен кейін центрифугаға апарып, соққу арқылы тазалап, оларды тазалау 6-10 минут аралығын қамтамасыз етеді. Жүнді су өнімдерді өңдеу. Бұл жерде қандай ерекшелік бар? Бұл жерде негізінен жуу, жиіту, жүнді аластау, үйіту, жанған бөлшектерінен тазалау, жуу сияқты ерекше өңдеу процестерінен тұрады. Бағанағыда айтып өткенде жиіту температурасы бұл жерде ерекшелігі. Сиыр су өнімдерін 65-68 градуста, шошқаныкін 60-63 Цельсия градуста, қойдың басы үшін 68-70 градус Цельсия температураны қолданылады. Сонымен қатар осы жалпы аталып өткен су өнімдерінің барлығын өңдеу процестерін жүзеге асырған кезде бұлардың барлығы жуу, үйіту, сонымен қатар жиіту, тазарту процестерінен тұрады. Олардың өздеріне сай ірі қараның малына түріне байланысты әртүрлі уақыттары, әртүрлі температураларда жүзеге асырылады. Сіздермен таныстырып өттім. Осы өткізілген онлайн сабағымды қорытындылау мақсатында мен сіздерге видеоролик көруге шақырамын. Осы ссылка бойынша видеороликті көріп болған соң мына сұрақтарға жауап беріңіз.